Жақсы сөз жарым ырыс, ал жақсы ой өміріңізді өзгерте алады. Сәлем достар, сіздермен бүгін Мадина Төлебаева. Жанға шипа, көңілге медет беретін қазақи медитациялар аудионет әлеміне қош келдіңіздер. Мұнда құлақтан кіріп, жүрекке жететін, өмір ағымын жақсы арнаға бұратын медитациялар мен аффирмациялар жинақталған. Осы аффирмацияны 30 күн үзбей тыңдап, санаға судай сіңіру маңызды. Ендеше бастайық. Бүгінгі медитация ер азаматтың ішкі сенімділігін, беделін, харизма, яғни табиғи тартымдылығын күшейтуге арналған практика. Сіз бұл жазбаны кез келген жағдайда, үйде, спортпен айналысып жүргенде, көлікте, немесе жай серуендеп жүргенде де тыңдай аласыз. Ең бастысы, осы сөздерді күн сайын тыңдап, жан дүниеңізбен сезіну. Уақыт өте келе, санаңыз жаңа, мықты ішкі күйге бейімделе бастайды. Әр сөзді шындыққа айналған өмірлік жағдай ретінде қабылдаңыз. Болашақтағы сенімді, мощный өзіңіз, қазіргі өзіңізге айтып тұрғанда елестетіңіз. Сол күйді сезініңіз. Сол энергияны сезініңіз. Егер анда-санда ойыңыз бөлініп кетсе, ештеңе етпейді. Санаңыз қажетті сөздерді қабылдай береді. Ал ендеше терең тыныс алыңыз да және баяу деміңізді шығарыңыз. Тағы бір рет тыныс алыңыз. Және бойыңыздағы барлық қысымды, кернеуді босатыңыз. Көңіл күйіңіз тынышталып келеді. Ішкі сеніміңіз нығайып келеді. Енді ішіңізден немесе сыбырлап қайталаңыз. Мен өзімді құрметтеймін. Мен өзімді қабылдаймын. Мен өзімді бағалаймын. Менің өмірлік мақсатым биік. Мен не қалайтынымды анық білемін. Күн сайын мақсаттарыма жақындап келемін. Мен сабырлы әрі сенімді адаммын. Менің жаным тыныш. Менің ойым анық.
Адамдар менің жанымда өзін жайлы сезінеді. Мен адамдармен еркін сөйлесемін. Мен жаңа таныстықтарға ашықпын. Менің ішкі энергиям қуатты әрі тартымды. Мен өзімді ұстай білемін. Менің дауысым сенімді естіледі. Менің жүрісім нық. Менің көзқарасым ашық. Мен өзімді еркін сезінемін. Еркін, сенімді, сабырлы, батыл. Мен өзімді өзгелермен салыстырмаймын. Мен ерекше тұлғамын. Менің мінезім, энергиям, өмірге көзқарасым менің күшім. Мен сөйлеген кезде адамдар мені қызыға тыңдайды. Мен тіл табыса білемін. Сөзім өтімді. Мен адамдарға позитив сыйлаймын. Күн сайын өзімді тереңірек түсініп келемін. Күн сайын ішкі сенімім артып келеді. Күн сайын харизмам, тартымдылығым күшейіп келеді. Менің энергиям жеңіл әрі сенімді. Мен өзімді сыйлаймын, өз өмірімді жақсы көремін. Ескі қорқыныштар мен сенімсіздіктер біртіндеп еріп барады. Жалқаулық, ашушаңдық, жауапсыздық менің өмірімнен алыстап барады. Олардың орнына жаңа күй қалыптасуда. Өзіме сенімділік, ішкі күш, еңбекқорлық, сабыр, жомарттық, жауапкершілік. Мен адамдармен еркін сөйлесемін. Өзімді басқара аламын. Эмоцияларымды түсінемін. Менің жаным тыныш болған сайын тартымдылығым арта түседі. Нағыз күш ішкі сабыр мен гармонияда. Мен өзімді дамытып келемін. Денсаулығыма мән беремін. Ой санамды күшейтемін. Рухани өсіп келемін.
Мен өз өмірімнің иесімін. Таңдауымды саналы жасаймын. Өзімді бағалаймын, лайықты сезінемін, сенімдімін. Менің ішкі жарығым адамдарға әсер етеді. Позитивті энергиям айналамды нұрландырады. Мен сабырлымын, сенімдімін. Харизмасы биік адаммын. Күн сайын ішкі күшім артып келеді. Мен өзімді көбірек қабылдаймын, еркін сезінемін. Жақсы жаққа өзгеріп келемін. Жаратқанға шүкір, маған күш, сана және мүмкіндіктер берілген. Мен өмірімдегі жақсы адамдар мен мүмкіндіктер үшін ризамын. Мен өзімді құрметтеймін, жақсы көремін. Менің ішкі энергиям ең үлкен күшім. Шынайы тартымдылық өзіңді сүюден басталады. Шынайы күш ішкі тыныштықтан басталады. Өзіңізді құрметтеңіз, бағалаңыз, ішкі сенім отын сөндірмеңіз. Өміріңіз сәттілік пен үлкен жеңістерге толы болсын, асыл азамат. Сау болыңыз.